Адамды мазақтама. Нұх пайғамбар кеме жасап жатқанда бір қылжақбас күнде оны мазақ етеді екен. Оның құйтырқы сөздеріне Нұх шыдай алмай кейде жылап жіберді екен. Ол мына жындының ісін қараңдар, су жоқ жерде кеме жасап жатыр. Кемеге барлық жануарды жинамақшы. Кемеде қасқыр мен қой, түлкі мен тауық қайтып бірге тұрады, деп ажуалайды екен. Бір күні апат басталып, барлық жануар хақтың әмірімен кемеге мінеді. Кеменің есігі жабылар соңғы сәтте Жебірейіл періште бір мақұлықты сүйреп әкеліп: «Әй, Нұх, мынау сені ажуалап талай рет жылатқан қылжақбас. Момынды мазақтаған Құдаймен ойнағанмен бірдей. Сені нала қылған үшін Тәңірі оны маймылға айналдырды. Оны ала кет. Топан судан қалай аман қалатынына куәгер болсын» дейді. Қылжақбас адам маймылға айналып, хайуандардың қарасын көбейтеді. Содан бері өзі де елдің мазағына ұшырап келеді екен. Кісіні мазақ етпе деген тыйым осыдан қалыпты. Расында да қылжақбас адамды маймылға теңейтініміз бар.